Біз жамбылдық жастар жаңа конституция жобасын ел болашағына бағытталған және дер кезінде жасалған нақты қадам деп бағалаймыз. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысы тарихтың тақтасында таңба болып жазылғаны белгілі. Осы орайда біз қабылдайтын үлкен құжат нағыз ел ертеңіне жасалған баянды болашағымыздың, жарқын болашағымыздың нағыз айқын көрінісі деп білеміз. Жаңа конституцияда адам құқығы, бостандығы және де заң алдындағы жауапкершілігі аса маңызға ие екендігі белгілі. Осы орайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жариялануымен заң мен тәртіп қағидатын жамбылдық жастар арасында жүйелі жоспарымызбен жүзеге асырып келеміз. Біз жаңа Қазақстан идеясын құруды қолдаймыз және де заман талабына сай өсіп өркендеген білімді саналы жастар ретінде осы бір құжатты, осы бір реформаның жүзеге асуына атсалысуға дайынбыз.